Баяғыда бір үйдің келіні енесімен араз екен. Бір-бірін жақтырмай, қабақ шытысып отыратын көрінеді. Бірде кемпір науқастанып қалады. Келіні дереу көрші дәрігерге барып, маған кісіні сеспей қатыратын у беріңізші дейді. Дәрігер таңданып, у не үшін қажет болғанын сұрайды. Келін көзінің жасын төгіп-төгіп жіберіп, енем қатты ауырып қалды. Жаныңа ең жақын адамның ауырғанын көру қандай азапты десеңізші. Енемнің қиналғанын көргенімше у ішіп өлгенім артық қой деп мүләйімсіпті. Дәрігер бұл әйелдің енесімен жақсы еместігін білетін. Солай ма? Мейлі онда. Мына уды ала қой. Бірақ бірден ішсең әсері болмайды. Күнде тамаққа қосып, аз-аздан пайдалансаң, бір аптадан кейін күткен нәтижең болады дейді дәрігер. Келіп қуанып кетіп, дәрігер берген уды алып үйіне қайтады. Сөйтіп күнде енесінің тамағына удан қосып беріп жүреді. Келінің көңілдене жүріп пісірген тағамының дәмділігін сондай енесі сүйсініп ішеді. Кемпір күннен күнге айығып, денсаулығы жақсара бастайды. Бір апта өткенде орнынан сергек тұрған кемпір келініне былай депті. Айналайын, сенің дәрің дертке шипа болып, жазылып кеттім. Бұрын әшейін босқа қабақ шытып, болмашыға ұрсып жүріппін. Сенің мейірбандығыңа енді көзім жетіп отыр. Енесі келін әбден мақтапты. Жылы сөзге елжіреген келіні қап, уды бекер берген екенмін деп ойлайды да, көрші дәріге жүгіріп келіп, маған удың бетін қайтаратын дәрі беріңізші дейді. Сонда дәрігер айтқан екен. Мен саған у емес, жүректегі зұлымдықты жазатын дәрі бергенмін. Енеңнің денсаулығына алаңдамасаң да болады. Содан кейін енесі мен келіні тату тұратын болыпты.